Қайырлы күн. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамының бірі наурыз көжені қалай жасалатын тәсілімен таныстырғым келіп тұр сіздерді. Әркім бұл наурыз көжені әркім өзінің қалауынша жасайды. Ал мен өз тәсілімді көрсеткім келіп тұр сіздерге. Бұл жерде 7 түрлі зат қосылады. Ет, тары, жүгері, бидай, күріш және де құрт пен айран, құртты езіп қосамыз. Етті салып суын құйғаннан кейін, енді астына отын жағып, қайнауын күтеміз. Етіміз пісіп дайын болды. Енді осы етімізді сүзіп алып, осы қайнап тұрған сорпаға қалған заттарын саламыз. Бидайды, қалған заттарын салуымыз керек. Енді міне қайнап тұрған сорпамызға қалған заттарын қосамыз. Бидайын қосамыз. Күрішін қосамыз. Жүгері қосамыз. Көжеміз дайын. Енді осыны келесі ата-анаға жолдаймын.